Қашан ұйықтайсыздар, жұмыстан келіп тамақ жасайсыздар дейді. Сіздерге бәрін айта кетейін. Мысалы, бүгін біз таңертең 4-те тұрдық қараңғыда. Мен сіздерге даже видео түсіргенмін бүгін. 4-те тұрдық, 5-те жұмысқа кеттік. Қараңғы болды, машинаның парын жақып қойып, артымыздан парын жақып қойып, жұмыс жасадық. Қазір міне сағат 6-дан 27 кетіп жатыр. Көрсетіп жіберейін айналаны. 6-дан 27 кетіп жатыр. Қазір келдік. Мынандай осындай селфиін алғам ғой, түсіретін. Бірақ поледа біткен уақытымыз 5:30. Бұрын, прошлом году, яғни өткен жылы келгенімізде, туда и обратно поляға баратын жаңағы уақытымыз саналатын еді. Туда и обратно. Мысалы, біз мына жерге келдік 6:30-да, 6:30-ға дейін саналатын еді. Ал қазір ондай емес. Осы жылы тек туда баратынға ғана санайды, и обратно саналмайды, в общем. Сондықтан поляда қашан біттік, мысалы 5:30-да біттік, обратно бері қарай 1 сағат уақытымыз, жолдың уақыты обратно саналмайды. Тек сол поляда 5:30 деп уақытқа қол қоямыз, болды. Сонда қазір есептейін. Таңертеңгі сағат 5:30-нан бастап, таңертеңгі сағат 5-тен бастап, кешкі 5:30-ға дейін 12,5 сағат, иә? Сол 12,5 сағаттан 1 сағатты алып тастайсыздар. Себебі 30 минуттан брейк бар. То есть, бір трейлерді бітіреміз, 30 минут тамақ жейміз, екінші трейлерді толтырып бітіргеннен кейін тағы да 30 минут тамақ жейміз. Сол брейк есептелмейді. Получается, 11 сағат 30 минут жұмыс жасадық бүгін. Енді соны 11 сағатты 11 сағат 30 минутты қазір көбейтіп ақшасын айтамыз. 11 сағат 30 минутты көбейттім 11:52-ге, яғни 6.700 теңгеден сағатына. Сонда шығып тұр 75.101 теңге шығып тұр. Бүгінгі жұмыс жасағанымыз 75.101 теңге. Міне келдік біз үйімізге. Қазір мен сіздерге нені көрсетейін, алып келген. Осындай кос алып келдім. И мынандай не алып келдім. Батайга деген салат, яғни листе салаты. Ал біздің тұратын караванымыз. Сосын лук алып келдім. Майда лук қазір көрсетем. Атызда салатқа күшті ғой, мына лук. Просто көп адам алмайды. Мен ғана алып келем. Қазір көрсетем. Міне, көрдіңдер ме? Мындай салатқа күшті лук алып келдім. Мындай салатқа Мұнаны, килограммын 1 паунд 20 пенстен сатады, яғни 700 теңгеден сатады неде. Осы ең қымбаты майдасы, наоборот, ірісі арзан болады. Вот үйге келдік. Енді тамақты қалай жасаймыз, қандай тамақ жасаймыз, соларды қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Пока киімдерімізді шешіп, жаңағы стиральный машинаға жуып, ары-бері соны жасаймыз. И менің гүлдерімді қарап қойыңыздар. Мен жаным берген гүлі ғой. Мен жүрегімнің берген гүлі. Ошо анам менің. Өзі каждый среда күні осындай гүл алып береді. Деп мақтанып қойайын. Осындай кимчи жасап қоям, міне. Үйге келіп жейміз. Осылай басып қойым, мариновать етіп, жынды болып тұрады. Енді сіздерге тамақты көрсетейін, қалай жасаймыз тамақты. Тез и әрі оңай деген сияқты ғой. Осындай балық аламыз супермаркеттен. Мынау жартылай дайын тұратын балық. Печкаға саламыз да 20 минутта пісіреміз. Берген заттарымнан салат жасайын деп жатырмын. Листья салата, пияз и помидор. Астына су құйып қоям, осылай и осылай свежий болып тұрады. Тоже костың да астына су құйып қоям, осылай свежий болып тұрады. Цветінен 3-4 лист керегіңді жұлып алып. Салатымыз дайын. Одан кейін балығымыз жасалып жатыр. Аның ішінде балық қуырылып жатыр.
Содан кейін балық қазір тағы да аударып қоям. Бір 5 минуттай пісу керек. Содан кейін мына фриді, міне осы фриді, кәдімгі фри, дайын фри сатып аламыз. И осындай картошка бар, тоже дайын. Соны мынау фритюрникті қазір қосып қоям да, и соған қуырып алам. Тамағымыз осылай дайын. Бүгін жүкті күйеуімнің настроениесі жоқ, жан? Не үшін настроением жоқ? Сол үшін күшті тамақ жасап беріп жатырмын. Фри 2-3 минутта дайын болады. Енді фриді чыңқ кеттір жібереміз, ыстықтай жейміз. 6:30-да караванға келдік. Сағат 7-ден 14 кетіп жатыр. Біз уже тамақ жеп жатырмыз. Вот қазір 8:30-ға дейін ұйықтаймыз. Содан кейін 4-те тұрамыз тағы да.